Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге киш-лорен пирогын жасап көрсетемін. Қыстың суық күндерінде ыстық етті пирог жегенге не жетсін. Бұл пирогтың қамыры үгіліп тұрған тәтті емес болу керек, яғни не сладкое песочное тесто. Ол үшін видеомды мұқият соңына дейін қараңыздар. Төменде описание бөлімінде барлық қажет заттар мен мөлшерлемелер толық жазылған. Енді қамырымызды жазсақ, ұнымызға еріп тұрған майымызды салып үкілейміз, үстіне жұмыртқамызды, содан соң суымызды құямыз. Суға алдын ала тұз бен қантты салып ерітіп аламыз. Қамырымыз дайын болған соң домалатып алып, пленка немесе салафан кидіріп, тоңазытқышқа кем дегенде 30 минутқа салып қоямыз. Салмасына тауық етін, саңырауқұлақ, чеснок, тұз бұрыш, соя соусын пайдаланамыз. Тауық етін, саңырауқұлақты және чеснокты ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Егерде саңырауқұлақты жемейтін болсаңыздар, салмай қоюға да болады. Салмамызды турап болғаннан кейін қызып тұрған майға қорамыз. Мінекей, салмамызға қажетті барлық заттарымызды турап дайындап алдық. Қызып тұрған майымызға тауық етін қора бастаймыз. Тауығымыз қуырылып, суы тартылғаннан кейін барып, саңырауқұлағымызды саламыз. Жақсылап араластырып, тұз бұрышын, соевый соусты құямыз. Кішкене қуырып алғаннан кейін оттан аламыз. Соусымыз сливочный болғандықтан қаймақ, кілегей, сливки пайдалануға болады. Жұмыртқа мен сливкимізді араластырып аламыз. Үстінен салмамызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Ендігі тоңазытқыштан қамырымызды алып, оқтаумен жаямыз. Тым жұқаламаймыз, өзіміздің пайдаланатын ыдысымыздың формасына дәлдеп. Қамырымызды жайып болғаннан кейін пирогымызды пісіратын ыдысымызды майлаймыз. Жан-жағын барлығын сливочный маймен майлап алдық. Осы аралықта духовкамызды 180 градусқа қыздыруға қойып қоямыз. Нанымызды, қамырымызды осы пісіретін ыдысымызға саламыз. Жан-жағын барлығын дұрыстап, түзулеп аламыз. Формамыздан қамырымыз салынып, дайын болып тұр. Енді осының үстінен салмамызды саламыз. Салмамызды құямыз барлығын. Қызып тұрған пештің ішіне 180 градусқа 40-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Барлығымызға ас болсын. Міндетті түрде жасап, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.